Сәлеметсіздер ме, қымбатты қатысушылар. Бүгін менің өтетін тақырыбым асқорыту жүйесі. Асқорыту жүйесі адам мен жануарлардың организмдегі асты, яғни азықты қабылдау, өңдеу, қорыту, сіңіру және қалдығын сыртқа ортаға шығару қызметтерін атқаратын мүшелер жүйесі болып табылады. Асқорыту жүйесіне сілеке безі, ауыз қуысы, тамақ, тіл, ұйқы безі, өңеш, бауыр, өт қабы, ұлтабар, ортақ өт жолы, асқазан, ұйқы безі, асшек, тоқшек, тікішек, соқыршек, барлық осы ішкі ағзамыздағы барлық ағзалар жатады. Бұл жерде асқорыту бездеріне 3 жұп без жатады. Ол сілекей, бауыр және ұйқы безі жатады. Асқорыту бездерінен бөлінетін сұйықтық сөл деп аталады. Олар өздерінен бөлінетін сөлді арнайы өзектер арқылы асқорыту мүшелеріне бөліп отырады. Әрбір асқорыту безінің бөлінетін сөлінің өзіндік атаулары бар. Мысалға, бауырдан өт, сілекей безінен сілекей бөлінеді. Сілекейдің құрамында амилаза ферменті бар. Ол асқын қорытуына, сіңірілуіне қатысады. Асқорыту бездерінен бөлінетін сөлдің құрамына күрделі ағзалық заттарды қарапайым заттарға дейін ыдырататын ерекше заттар болады. Оларды ферменттер деп атайды. Жаңа айтып өткен амилаза осы ферменттерге жатады. Мысалға, кестеден қарап отырсаңыз, асқорыту сөлдері тәуліктік бөлінетін мөлшері жазылған. Және оның құрамдарында қандай ферменттер барын жазылған. Асқорыту, мысалға, сілекей тәулігіне 52.000 мл дейін бөлініп отырады. Ол тамақтануымызға байланысты. pH-і 5,6, 7,6. Құрамында су және амилаза ферменті бар. Ал қарын сөлі күніне 2-3 литрге дейін бөлініп отырады. Бұның құрамы тұз қышқылы, су, липаза, лизоним және пепсиннен тұрады. Ал панкреатин сөлі 600-700 мл бөлініп отырады. Оның құрамында су, амилаза, липаза, фосфатаза, трипсин, хемотрипсин және де тағы басқа да ферменттер болады. Өт тәуліктік бөлінетін мөлшері 500-1200 мл, құрамы су, билирубин, холестерин, май қышқылы, лецитин және холин жатады. Билирубин ол сарғыш түсті, оның көбейіп кетсе біздің көзімізде, тырнағымызда сарғаю пайда болады. Осы арқылы бізде сары ауру болуы мүмкін, яғни билирубин ағзада өзінің мөлшерінен көбейіп кетсе. Ал холестерин көбейсе бауырды май басу ауру болуы мүмкін. Асшек сөлі тәуліктік бөлінетін мөлшері 1 литрге дейін. Су, сахараза, лактаза, энтерокиназа, липаза құрамында осы ферменттер бар. Тоқшек сөлі, бұның бөлінетін мөлшері 270-1,5 мл дейін. Оның құрамында тек қана су бар. Біздің ағзамызда тамақтану кезінде осындай күрделі процестер болып жатады. Тамақтаудан кейінгі процесс тағамды сіңіру бол, яғни зат алмасу. Зат алмасу дұрыс болу үшін дұрыс тамақтануымыз керек. Біздің ағзамыздағы ақуызды, көмірсуды, майды, ферменттерді, дәрумендерді қорыту үшін осы зат алмасу процесі болып жатады. Яғни онда ақуыз алмасу, көмірсу алмасу, май алмасу жатады. Тамақтың негізгі компоненттері ақуыз, май және көмірсу. Тағамның қосымша компоненттері минералдар, дәрумендер және натрий, калий элементтері. Осы заттардың барлығы күрделі алмасу үрдісіне қатысады. Ақуыздар, көмірсулар, майлар ағзаны энергиямен қамтамасыз етуде басты қызметін атқарады. Метаболизм үрдісі кезінде ақуыздан, майдан, көмірсудан энергия бөлінеді. Олар құнарлықпен өлшенеді. Ағзадағы 1 грамм ақуыздың тотығынан 4 килокалория бөлінеді. 1 грамм майдан 9 килокалория, 1 грамм көмірсудан 4 килокалория энергия түзіледі. Тағам құнарлығы арнайы кестемен көрсетіледі. Дені сау адамға тәуліктік үлестегі жануар ақуызының мөлшері көрсетілген қалыпқа сәйкес құрастырылу керек. Яғни өсімдік 40 грамм, жануар майы 85-90 грамм, көмірсу 400-500 грамм. 4 мезгіл тамақтануда жалпы тамақ салмағы 3 килограммға дейін жету керек. Физикалық жұмыспен айналыспайтын ауруханада жатқан науқастарда, яғни ауырып жатқан науқастардың тағамның құнарлығы қалыпты болу керек. Сау адамның қалыпты жағдайда 4 мезгіл тамақ ішіп отыру керек. Яғни тамақтану мезгілі 3 мезгілге бөлінеді. 3 рет, 4 рет және 5 рет. Бұл жерде 5 реттікте өздеріңіз білетіндей 2 перекус болады. Ал 3 реттікте перекус жоқ. Бұл тойымды тамақтану болып табылады.
тәуліктік рационды құруда таңертеңгі тамақ 25% құрау керек, күндізгі тамақ 30% құрау керек, кешкі тамақ 20% және ең соңғы кешкі тамақты ол 25% құрау керек. Осымен толыққанды зат алмасу жүру үшін жаңағы аталған ақуыз, май, көмір, су толыққанды ағзамызға түсіп отыруы керек. Біз неге толамыз? Яғни біз күнделікті тамақтану кезінде оның барлығы бірден ағзамызға түспейді. Біреуміз майды шектейміз, біреуміз көмір суды шектейміз, біреуміз ақуызды шектейміз. Мысалға май толып кетемін деп май жемейтіндер бар, мүлдем. Май ағзамызға өте қажетті қорек түрі болып табылады. Көмір су, яғни наннан шектелетіндер бар. Наннан шектелуге болмайды. Нан ағзамызға энергия болып табылады. Мен сіздерге күніге отырып бір тапа нан же деп айтпаймын. Бұл жерде сіздерге күніне 2-3 тілік нан жеп тұру қажет. Майдың да түрі ол әртүрлі болады. Өсімдік майы, жануар майы, оның ішінде бөлінеді. Ағзамызға пайдалы майлар бар, пайдасыз майлар бар. Пайдасыз майлар транс майлар. Олар өте жоғары температурада ерігендіктен ағзамызға түскеннен кейін ол ерімейді, яғни сосудтарды жауып тұрады. Сондықтан транс майларға қандай майлар жатады десеңіздер, олар мысалға торттағы майлар, сливки, яғни сливкидің құрамында өсімдік майынан жасалған сливки болады. Кәдімгі арзан сливкилер, осында транс майлар бар. Және де балмұздақтардың көбісінде 80-90%-ында транс майлар бар. Шоколадтарды таңдағанда өте тазасын таңдау керек. Лажы болса, қара темный шоколад жеген дұрыс.